Түлкі мен Салақбай. Ертеде Салақбай деген кісі болыпты. Өзі жарлы, жалғызбас, ағайын туғаны жоқ екен. Айдалада, қыстауда, адамдардан аулақ жерде тұрыпты. Кисе киімге, ішсе тамаққа жарымапты. Бір күні Салақбайға далада кезіп жүрген түлкі кездеседі. Екеуі сырласып, бақ-тызықтан әңгімелесіпті. Түлкі Салақбайдың басындағы қасіретін естіген соң жаны ашиды. Оған көмектескісі келеді. Екеуі достасады. Бірге тұрып, біріне бірі жәрдемдесуге уәделесіпті. Түлкі далада кезіп, азық та киім де тауып әкеліп жүреді. Салақбайдың тұрмысы түзеле бастайды. Бір талай уақыт өткенде, бір күні түлкі Салақбайдан: «Досым, сенің жаныңа не керек?» деп сұрайды. «Әйел адам үйдің құты саналады екен, менің үйленгім келеді» дейді. Сонда Салақбай: түлкі бір істің қамына кіріседі. Салақбайға біраз күндік азық жинап береді де өзі жолаушылап кетіп қалады. Сол бетімен қанға барады. Бір патшаның Салақбай деген баласы: «Сіздің қызыңызды айттырғысы келеді, мені сізге соны мәлімдеуге жіберді» дейді. Сонда хан: «Салақбайдың байлығы қандай?» деп сұрайды. Түлкі: «Оның түйесі мен жылқысына, қойы мен сиырына сан жетпейді. Оның үстінде далада аңдардың бәрі соған қарайды. Арқар мен киік, қасқыр мен арыстандар Салақбайдың айтқанын істейді. Онда менің қызымның алғысы келсе, маған бір қора киік берсін» дейді. Түлкі осыны біреуге келседі де қайтып кетеді. Ол далада жайылып жүрген киіктерге барады. «Қазір ғана естідім» дейді түлкі абыржыған кейіппен. «Қан 1000 әскер жинап, жер бетіндегі киіктерді қырып жоямын деп аттаныпты. Енді қайттік» деп қорыққан киіктерге түлкі былай депті: «Менің ақылым қанның ауласына өздерің барып кіріңдер, сонда сендерге тиіспейді» дейді. Киіктер түлкінің сөзін мақұл көріп, бәрі шұбырған бойы қанның қорасына барып кіреді. Қан да киіктердің алдынан шығып қуана қарсы алады. Содан соң 47 киік санап түлкіге айтады: «Мен саған ризамын, қызымды сенің Салақбайыңа беремін. Енді бар да өзің ертіп кел» дейді. Түлкі Салақбайға күйеуге хабар жеткізу үшін жүріп кетеді. Сонымен түлкі досы Салақбайға келіп, оған қан ризашылығы мен қызын беретінін хабарлайды. «Жүр енді ханның сарайына барайық» дейді. Түлкі мен Салақбай тез жиналады да салып отырып ханның бағына кіреді. Түлкі сол араға Салақбайдың қалдырып кеткенін өзі қанға қалдырып кетіп, өзі ханға барып: «Уа тақсыр, жолда бізге қарақшылар кездесіп, барлық киімдерімізді, ат көлігімізді, дүние мүлкімізді тартып алып кетті» дейді. «Сөйтіп күйеу баламыз киімсіз қалды, сізге қалай жолығарын білмей ұялып отыр» дейді. Сонда хан жақсы киімдерді үйіп-төгіп беріп жібереді. Түлкі сол киімдер мен Салақбайды жасандырып, киіндіріп келеді. Ол салауатты да сәулетті көркем жігіт болып шыға келеді. Түлкі оны қан ортасына алып кіргенде алдынан топ қыздар мен қалыңдығы шығып қарсы алады. Салақбай қан ортасына 2 аптадай қонақ болып, рахатқа батып жатады. Ал бұл аралықта қан мен қаным қызына көп жасау, мал-мүлік әзірлейді. Қыздарын ұзатып, Салақбайдың ауылына дейін апарып салуға дайындалады. Үлкен арбаға ат жектіріп жолға шығады. Түлкі алдынан шығып жол бастайды. Өздерінің ауылдарына жақындағанда түлкі жолаушылардан бөгеле тұруды өтініп ілгері жүріп кетеді.
Жайылып жатқан қойға барып, қойшыларды шошытып үрейін ұшырады. Анау көрген шаңның ішінде үлкен арбаға 6 ат жектіріп, 6 басты айдаһар келе жатыр. Жолында көргендерінің бәрін жұтады. Тек Салақбайдың малы мен адамдарына тиіспейді дейді. Ол екеуі дос. Сондықтан бұл кімнің қойы деп сұраса, өздерің мен малдарың аман қалу үшін бұл қой Салақбайдікі деңдер. Сонда жандарың қалады дейді. Малшылар түлкіге алғыс айтып, оның айтқанын орындауға уәде береді. Содан соң түлкі кері жүгіріп, жолаушылардың алдынан шығады. Арбада отырған қан мен қаным қалың қойды көрген соң, арба жақтауының тесігінен бастарын шығарып, қойшылардан: «Әй бақташылар, бұл кімнің қойы?» деп сұрайды. «Бұл Салақбайдың қойы» деп жауап береді қойшылар. Мұны естіп қан риза болады да әрі қарай жүріп кете береді. Жолда бір қора сиыр, түйе, үйір-үйір жылқы кездеседі. Бұларға да түлкі: «Бір зорлықшы келе жатыр, сондықтан сұраса, малдың барлығы Салақбайдікі деңдер» деп оларды да қатаң тапсырған болады. Қан сұрай қалса, бақташылар малдың бәрі Салақбайдікі дейді. Ол мұншама байлық қайран қалады. Қуана-қуана Салақбайдың ауылына жетуге асығады. Ауылдың қарасын көрген кезде түлкі тағы ілгері жүріп кетеді. Сол бетімен бір байдың үйіне кіріп барады. Аузынан ақ көбігі атқылайды. Байдың өзі де бала-шағалары да сасқалақтап, зере құттары қалмайды. Қорыққаннан қалтырап кеткен бай: «Ау түлкі, саған не болды?» деп сұрайды. Түлкі сілекейіне шашалып демін зорға алады да одан әрмен тыпыршиды. «Қатты әлсіреп тұрмын, өзім өлімнен әзер қашып құтылдым. Анау айдаһарды көрдің бе? Ол малыңды да жаныңды да жұтады» дейді. «Мен сендердің өлімнен құтқарайын деп жүгіріп жеттім» дейді. «Астапыралла, енді қайттық, одан қайтып құтыламыз» дейді бай. «Жылдамдатайық, жиналыңдар, көз көрмейтін, құлақ естімейтін жерге қашыңдар. Бұл жерге қайтып оралушы болмаңдар. Ол ешқайсыңды аямайды, жұта салады» дейді түлкі. Сасқалақтаған бай бала-шағасын ертіп алып, алды-артына қарамай, үйін тастап қаша жөнеледі. Бұл кезде қан мен қаным да ауылға жақындап еді. Түлкі оларды да қарсы алып, жасаулы үйге кіргізеді. Салақбай да қонақтарына ерекше құрмет көрсетеді. Қан күйеу баласының ауылына сый-құрметпен көріп біраз күн болып, ордасына қайтады. Осылайша әлгі қашып кеткен байдың қалған мал-мүлкіне ие болады. Салақбайдың байлығы күннен күнге тасыпты. Түлкі екеуі өле-өлгенше бір-бірінен ажырамай жақсы дос болып өтіпті және тату-тәтті мұң-мұқтажсыз өмір сүріпті.